Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бөрек самсаға ұқсас тағам түрін әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 400 грамм жылы суға бір ас қасық толтырмай тұз салып, 700 граммдай ұнды қосып, жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырдың жақсы жайылу үшін арасында қамырды 1-2 рет қолмен жақсылап илеп, қайта бетін жауып қою керек. Дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп, жаюға дайындап қоямыз да арасына салатын салмамызға кірісеміз. 3 дана пиязды майдалап турап, тартылған етімізді қосып, дәміне қарай қара бұрыш, кориандр, тұз қосып дайындап қоямыз. 200 грамм сары майды отқа қойып ертіп, қамырымызды жұқалап жайып, бетіне еріген майымызды біркелкі жағып, қамырдың шетіне видеода көрсетілгендей бір тізбектің бойымен салып, осылайша орама нан секілді қамырдың ортасын белгілеп алып, ортасына қарай ораймыз. Қамырдың екі шетін жақсылап бекітеміз. Салмамыздың суы шығып кетпес үшін. Табамызды жақсылап майлап дайындаймыз. Қамырымызды табамызға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығып, кунжут сеуіп, 140-150 градуста 25-30 минут пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Осылайша қатпарлы, кәудірек ауызда еритін бөрегіміз дайын болды. Ас болсын!